Көркем, жаңағы мен берген көйлекті киіп алмадың ба? Иә, кем ғой Мәнсе тәте? Жадыра жеңгемді сағынып кеттім ғой. Қашан келеді екен? Жадыраны қайтейін деп едің. Жаның қыналатындай тірлік жасап жүрсің бе? Сенен артылатын тірлік жоқ қой бұл үйде. Қой енді, абысының сағынған шығар. Ананы қара! Немене болды түн ішінде шулап, ұйықтамайсыңдар ма? Көркем, орамалың қайда, неге шешіп тастағансың? Кино көріп отырып та орамал тағам ба енді? Түн ғой, кім көреді мені? Келін деген орамалын шешпеу керек, түн болса да. Енді орамалсыз жүргеніңді көрмейтін болайын. Орамалмен жүру керек, тем более жас келінсің. Мама, ашулана бермеңізші енді. Оданша бізбен бірге отырып кино көріңіз, қызық кино екен. Кино көрмеймін мен. Өзімнің сериалым бар көретін. Тоқта, мына не искеп жатқан, түтінің иісі шығып жатыр ғой. Ойбай, пирогым! Пирогымды ұмытып кетіппін ғой! Ойбай, өртеніп жатырмыз, өртеніп. Аян, терезені бәрін ашыңдар, Құдай-ай! Түн ішінде пирог пісіріп нем бар еді. Ұмытып кеткенімді қарашы, сен де есіме түсірсең болады ғой. Қайдан білейін, маған айтпадың ғой. Шынымен неге ертең пісірмедің, сен де қатырасың. Азанғы чайға дайын болып тұрсын дегем ғой. Киноға кіріп кетпіз ғой. Жинап біткен соң кинонын аяқтаймыз ба? Қызық жеріне келіп едік. Білейін, Аян, қайдағы кино? Өзіміз кино болып жатырмыз ғой. Мұнан тазалап біткенше таң атады ғой. Ертең тағы да ұйықтап қалатын болдым. Я, мына келін күйдірді ау. Бүткіл кухняны өртеді. Бір күні үйді өртеп жібермесе болар еді. Абайлаңдар құрысын. Осыдан жадыран дұрыс па дем? Мына келінің өзі бір түрлі ғой. Балаңды түйе құсатып мінеді әлі көресін. Аянға да ұйқы бермеді бұл. Азанда жұмысқа баратын бала еді. Жүренді қатынымен бірге кухня тазалап. Ой, бұл құрғыр. Мына шайда суып қапты ғой. Көркем, айналайын, ыстық шай әкелші, көк шай ішкім кеп тұр. Немене? Шай дейді ма? Адам өзі үлгермей жатса, өзі дайынлап іше бермей ме шайын? Мен қалтама тығып қойдым ба? Туос Мәнсе тәте деген. Көркем, апара салшы енді. Ашуыңды басшы, шайын апарып бере сал, содан кейін бірге жинап бітіреміз. Достар, сериал ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.